Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте тойымды саңырауқұлақ пен тауық еті қосылған киш пирогын дайындайтын боламыз. Кеттік. Алдымен ұнымызға комнаталық температурадағы жұмсақ сары майымызды қосып біріктіреміз. Бізде осындай крошка тәріздес масса шығады. Жақсылап араластырып, үстіне тұзымыз бен разрыхлителімізді қосып, артынша сары уызымызды, яғни жылтоғымызды қосып, жақсылап біріктіреміз. Қамырымыз жақсылап бірігу үшін үстіне салқын суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды осындай пакетке салып, холодильникке саламыз. Артынша бетіне құятын подливын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне тұз бұрышымызды қосып, артынша қаймағымызды немесе кілегейлді қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде кілегей мен қаймақ 50-50 қосылған. Артынша салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін тауық етін қызып тұрған табаға салып, жақсылап қуырып аламыз. Тұз бұрышымызды қосып, артынша саңырауқұлақтарымызды қосамыз. Менде осындай қатырылған саңырауқұлақтар, замороженные грибы. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген саңырауқұлақтарды қоссаңыздар болады. Жақсылап бұқтырып аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды холодильниктен алып шығып, осылай формаға орналастырып, бортиктарын көтеріп, дайын болған тестамызды осылай вилкамен тесіп шығамыз. Және ішіне салмамызды салатын боламыз. Яғни тауық пен саңырауқұлақты жақсылап орналастырып, жақсылап жайып жан-жағына дейін. Енді үстіне подливымызды құятын боламыз. Оны да қасықтың көмегімен жақсылап жайып, біркелкі қылып, дайын болған пирогымыздың үстіне алдын ала үккіштен өткен ірімшігімізді, яғни сырымызды себемізде. Бұл пирогты 180-200 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Әрине, өз духовкаңызға байланысты. Бізде міне осындай пирог шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!